Қайырлы кеш қазақ елі. Бүгін 15 қазан 2025 жыл. Бүгін Астана қаласы Сарыарқа 2-де Редисон мейрамханасында Қазақстан Республикасының 12-ші азаматтық форумы болып өтті. Барсаңыздар мейрамханаға Редисон алдыңыздан тіркеу орында тіркеліп алдық. Мына бағдарламасы ішіне сөздің басын Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева ханым бастап берді. Сол жердегі талқыланған дүние, қоғамдағы қордаланған мәселелер, әлеуметтік мәселелер, экономикалық, жалпы билік пен халықтың арасындағы алтын көпір болуға азаматтық ұсыныстарын, өзінің ой пікірлерін талқылау болып табылады. Өкінішке қарай, бастан аяқ тыңдаған адам ретінде айтайын, бұл Қазақстан Республикасы Астана қаласында емес, Ресей Федерациясының бір Челябинск облысы, Красноярский крайда өтіп жатқан секілді көрінді маған. Өйткені сәлематсыздар ма деп бастайды, ары қарай Ресей Федерациясының тілінде 99% Ресейдің тілінде өтті. Келген адамдардың 70-80% аға буын өкілдері. Кемпір шалдар десек артық айтқандық болмас. Жастар өте сирек, ал қызмет істеп жүрген волонтерлар кәдімгі жоғарғы оқу университетінің студенттері болып табылады. Және біз байқаған дүние, сол жердегі талқыланған дүние, мен сенатор Бибігүл Жексенбайға мен қолымды көтеріп бірнеше сұрақ берейін деп едім. Сұрақтарды кейінірек деп ақыр сонда қоя алмай басқа залға шығып кеттім. Екінші жерге барсам да, сол жерде Павлодардан келген ханым сөйлеп жатты Ресей Федерациясының тілінде. Сөйтіп бастан аяқ көңілімді көншітпеді. Бұндай қыруар қаржы жұмсалған, Қазақстан Республикасының 18 облысынан келген делегаттар қаптап жүрді. Олардың келіп кетуі, қонақ үйі, ішіп жерінің барлық тамағы Қазақстан Республикасының бюджеттен бөлінген қыруар қаржы болып табылады. Осындай күлтебенің қасында күнде жиын, осындай жиындар Қазақстан Республикасының Астана қаласында 365 күн, жыл 12 ай өтіп жатады. Осындай жиындар кімге керек деген сұрақ туындайды. Бұл бюджеттен бөлінген ақшаны жымқырып қалу сияқты көрінеді бізге. Неге десеңіз, өйткені ақша бөлініп жатыр, ол игерілмей әрі қарай, бұл кешіресіздер, бұл түкте де шешпейтін, қарапайым қазақ халқына келіп кетер көк тиын пайдасы жоқ сияқты көрінді бізге. Неге дейсіз ба? Өйткені осындай отырып алып, біздің жағдай, бізде мынадай бар деп мақтанатын мақтаншақ адамға көрінетін сияқты. Іс жүзінде қарапайым халықтың әлеуметтік деңгейі, әл-ауқаты, жалпы республикадағы түкпір өңірлерден завод, фабрикалар ашып, өнеркәсіптер дамытып, ауыл шаруашылығына үлес қосып, субсидияларды жаңағы 4 түлік малға беріп, ауыл шаруашылығын өркендетудің орнына керісінше оларды қыспақтап, шошқаға субсидияны асырып қойған 4 түлік малдың ақшасын кемшін болды. Соны шырылдап айтқан Алмасбек деген жігітті түрмеге тоғытып тастады. Осындай сияқты келеңсіздіктер біздің қоғамда шаш етектен өкінішке қарай. Енді азаматтық қоғамды дамытамыз десек, мен сияқты адамдарды сол жерге ортаға тарту керек, өзінің ой пікірін ортаға салу керек. Ал біздерді тыңдамайды, сол биліктің басындағы жағалап жүрген адамдарды сөйлетіп қойған. Бүкіл 18 облыстағы әкімдікте қарасты адамдардың барын жиып, теріп, жаңағы осы форумға алып келген. Мен бірнешеуімен таныстым, суретке түсіп, телефон ауыстық. Сонда қарап отырсаңыз, осындай күлтебенің басында күнде жиын келіп кетер қарапайым халыққа. Көк тиын пайдасын көре алмаймыз. Өйткені мына университеттерді бітіріп жатқан ұл мен қызға жұмыспен қамтамасыз ету тетіктерін қарастырылмаған мүлдем. Соларды ауылдарға жіберіп, сол өңірлерде жұмыспен қамтамасыз ету тетіктерін қалыптастырсақ, әлі күнге дейін 30 жылдан асып кеткен тәуелсіздікте біз университетті бітірген өскелең ұрпақты жарқын болашағына жол саламыз десек, соларға ешқайсысын өңірлерге жібере алмаймыз. Олар бармайды, ана беріп жатқан жалақысына қанағаттанбайды. Сол үшін барлығының бар арманы мына Алматы, Астана, Шымкент сияқты, Атырау сияқты үлкен қалалардағы балғысы келеді. Ауылға ешкім аяқ баспайды. Өйткені ауылда не жұмыс жоқ, не жалақы аз, не үй жоқ, ол не істейді ол жерге барып. Сондықтан жастар ешқайсысы аяқ басқысы келмейді ауылға.
өңірлердің барлығынан қазір жаңа Астанаға топырлап келіп жатыр. Баяғыда Мәскеу не резиновый дейтін еді. Енді Астанада көшеге шықсаң, көліктермен кептеліске тірелесің, не алдыға жүре алмайсың, не артқа жүре алмайсың. Қаптаған көлік, адам толып кетті Астанада. Мен 20 жылдан бері тұрам осы қалада. Өкінішке қарай қазір қай жаққа барайын десең, жолдар тар, көлік өте көп. Осындай тығырыққа тірелдік. Енді кеше үкімет сағатында болған жиында айтып берейін. Сол жиында сөз сөйлеген Қазақстан Республикасы ұлттық банктың төрағасы Тимур Сүлейменов деген біреу қағазға қарап ежелеп оқып берді қазақ тілінде. Не айтқанын түсініксіз. Ол өзі де түсінбейді ау шіркін. Не қазақша айта алмайды, не орыс тілінде айта алмайды. Ондай төрағалар кімге керек? Дым түсінсем бұйырмасын. Сосын үкімет сағатында ішкі істер министрі Ержан Сәбденовтен парламент депутат мәжілісі Ринат Заитов сұрақ қойды. Қызылорда қаласында отырған Думан Әбдікәрімнің жаңағы денсаулығы нашарлап жатыр, оған кім жауап береді деген сияқты. Біз қазір ішкі істер министрінде алдын барлығы бізге бағынатын еді. Қазір денсаулық сақтау министрлігі бізге бағынбайды. Оларды бізде шақырып, сол жерде денсаулығына қарастыруға біз тырысып бағамыз деді. Сол секілді ішкі істер министріне алдын әділет министріне қарайтын жаңағы түрмелердің барлығы қазір ішкі істер министріне қарайды. Бірақ ол жерде болып жатқан жергілікті біз денсаулық сақтау немен байланысымыз бар. Біз жақсы қарастырамыз деп алып қашпа бір жауап бергендей болды. Енді осындай тағы бір белсенді Әйгерім Тілеухан деген қарындасы отыр түрмеде, жамбасына жара шығып. Кеше Абзал Достияр өзінің Facebook парақшасында жазды. Сосын Әйгерімді түрмеде өлтірмекші бұлар, неге шығарып денсаулығына қарамайды деген сияқты жаңағы жанайқайын жазып жатыр. Енді осындай белсенділерді азаматтық қоғам қорғау керек қой. Өзінің ой пікірін еркін, ой пікірлерін ортаға салыңдар. Қордаланған мәселелерді бірігіп шешейік деп президентіміздің өзі айтып жатыр. Азаматтық қоғамды дамытуымыз керек. Ойыңдарыңызды ортаға салыңыздар дегесін біз айтып жатырмыз. Өйткені билік халықпен арасындағы алтын көпір болуға біз тырысып бағып жатырмыз. Өйткені билік өзі барлығын өз бойына алып шеше алмайды. Біз араласпайтын болсақ, біз қазақ десе қабырғамыз қайысып, қазақ десе ішкен асын жерге қоятын жігіттердің бір әрі бірегейі болғандықтан, осы қоғамда қордаланған мәселе шаш етектен соларды білмейтін кемшін тұстарын біз билікке жеткізу үшін ғанамыз. Сондықтан біз бұл мейліктің қоғамның біз жауы емеспіз. Азаматтық қоғамды біз дамыту үшін кезіндегі ақиық ақын Асқар Тоқмағамбетов айтқандай, айтарыңды айтып кет, айта алмайсың, қайтып кеп демекші. Біз айтуға мәжбүрміз. Өйткені президентіміздің жолдауында да жылда жолдайды, азаматтық қоғамды дамытуымыз керек. Олармен пікір таласып, азаматтық қоғам жаңа биліктің мен қарапайым халықтың арасында алтын көпір іспеттес. Оларды тыңдауымыз керек. Өйткені олар қоғамның арасында жүрген азаматтар деп айтқаны ол айдан анық, күннен жарық дүние. Сондықтан біз бүгінгі таңда айтып жатырмыз. Енді бүгін 15 қазан Америка Құрама Штаттарының президенті Дональд Трамп Тель-Авив астанасы Израильдің ұшып келіп, Хамаспен болған қақтығыстарды тоқтатуға қол қойды. Сөйтіп Израильда отырған Хамастың 1000-ға жуық өкілдерін босатты түрмеден. Хамас жағы, Палестина жағы Израильдің 25 тұтқынын босатты. Сөйтіп қол қойып, қол алысып, соғыс бүгіннен тоқтады деп шешім шығарды. Міне қуанарлық жайт, соған Израиль халқы Дональд Трампқа рахмет айтып жатыр. Міне бұл қоғамда болып жатқан, басқа шетелде болып жатқан жаңалықтармен бөлісіп отырмын. Осындай секілді біздің кезінде мына Қызылқұмның ортасында өмір сүрген Балқыбазар бабамыз 70-ке асқан шағында 1910 жыл болса керек. Ол Балқыбазар мына артыңызда қалып баратқан ұрпаққа не тілейсіз деген кезде ол кісі былай деген екен: Асқартау төбе болар тас кеткен соң, жақсы ауыл ұры болар бас кеткен соң, қадірі бәйбішенің бола бермес, қолынан қара саба ас кеткен соң. Ер жігіт сараң болмай кім болады, қолдан дәурен басынан бақ кеткен соң. Ханның да бұйрығын қабылдау бола бермес, басынан тәж астынан тақ кеткен соң. Ақсақал төрде отырып сөйлей берсе,
кейінгіден тыныш отыр деген сөз жеткен соң, әкеден бала безер күн туады, қолдан қуат 70-ке жас жеткен соң деген екен. Тағы да мына жастарға өсиетің бар ма десе айтқан екен, иттің даусы жетпейді ұлығанменен аспанға. Түсі суық дарияның бұзылып сеңі тасқанда, ер қару бес қару екі талай жерлерге сілтей алмайсың сасқанда, ажал жетпей өлмейді, жан жағынан қаумалап тұсынан атсаң да. Өлшеулі демің біткен күн, өлім шіркін қоймайды тас сандықтың ішінде тас бүркеніп жатсаң да. Адам керуен өмір жол, бірте-бірте күн санап солқылдайды басқанға. Тіршілікте тіл алсаң қармалып қал барыңды, еш нәрседен жасқанба. Атың барда жер таны, ерді сыйла ас барда, дәулетпен бақыт басыңда тұра бермейді жігіттің, сөйтіп жүріп бір күні құр алақан бос қалма деген екен. Міне бабалардың сөзінен біз арқау болып өсиет өнеге алғанымыз абзал. Өйткені біздің ата-бабаларым жайдан жай сөйлемеген, 7 рет өлшеп 1 рет кескен. Ата-бабамыздың әрбір сөзі артында қалған, бізбен сізге өсиет өнеге болсын деп осы қанат сөздерді қалдырған бабалардың, біз ұлы бабалардың ұрпағымыз. Сондықтан біздің тек атауымыз әртүрлі болды. Сақ болды, ғұм болдық, түрік қағанатын құрған бабалардың салып кеткен сара жолы. Кешегі төрткүл дүние уысында ұстаған алтын орда деген үлкен империя болды. Солардың тікелей ұрпағы қазақ деген ұлт біз боламыз. Қазақ деген халық киелі де қасиетті. Айтқан әрбір сөзін біз артында қалған қара қылды қақ жарған отауызды орақ тілді бабалардың әрбірінің артында осы қанат сөздер қалдырған. Мірдің оғындай нысананың он ұрып майдан қыл суырғандай жеткізген ата бабаларымыз жайдан жай біз сол ұлы бабалардың ұрпағы болғандықтан біз айтқан әрбір сөзге бір сабақтап, сабақ алып, үлгі алғанымыз абзал. Құрметті менің қандастарым, сондықтан Қазақстан Республикасы азаматтық қоғамдық дамыту үшін әрбіріңіз өз үлесіңізді қосу керексіздер. Сондықтан ертең 16 қазан 2025 жылы осы азаматтық қоғам форумына кездесуге Алла нәсіп етсін. Ертең барып тағы да не болатынын сіздерге баяндап айтып отырамыз. Лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар. Көріскенше күн жақсы, сау, саламат болыңыздар.